Қазақстанда қой сүтіне бозторғай жұмыртқалайтын заман орнайды. Бірақ ол заманның орнына орнамауы қазақтың өз қолында. Тілді орнына қоймай, қазақтың осы ұлан-ғайыр даласында мемлекет құрып отыр. Оның мемлекетінің тілін қолданысқа енгізбей, біздің саясатымызда, экономикамызда, әлеуметтік жағдайымызда жөнделмейді. Қазақтың әрбір қиыршық құмында бабамның қаны бар. Бұл жер бізге тегін келген жоқ. Бабаларымыздың қанымен келген. Бабам жаман болса, 200 мемлекеттің ішінде 9-шы орын алатын жер қалдырмас еді. Құдайдан қорық, халқыңнан ұял. Ойланатын уақыт келді. Тәуелсіздік тәуетер жалғыз киен дейді. Айтқанның бәрі келген Мәшһүр Жүсіп бабамыз айтады. Қазақстанда қой сүтіне бозторғай жұмыртқалайтын заман орнайды. Бірақ ол заманның орнына орнамауы қазақтың өз қолында. Қазақ екі нәрсесіне ие болу керек. Бірінші тілі, екінші діні дейді. Тілді орнына қоймай, қазақтың осы ұлан-ғайыр даласында мемлекет құрып отыр. Оның мемлекетінің тілін қолданысқа енгізбей, біздің саясатымызда, экономикамызда, әлеуметтік жағдайымызда жөнделмейді. Сондықтан билікте жүрген ағайын ең жақсы үгіттеу ол жеке бастың үгіттеу. Алла саған бақ беріп, бүгін бірің министр, бірің депутат, бірің бизнесменсің. Оралхан Бөкейдің сөзімен айтсақ, қазақтың әрбір қиыршық құмында бабамның қаны бар. Бұл жер бізге тегін келген жоқ. Бабаларымыздың қанымен келген. 2000 ұлт бар, 1000-нан аса адам сөйлейтін. 1800-і бабасынан 1 метр жер қалмағандықтан мемлекет құрай алмай отыр. Бабам жаман болса, 200 мемлекеттің ішінде 9-шы орын алатын жер қалдырмас еді. Осы жерге құрылған мемлекеттің билігінде жүріп, 30 жылдың ішінде өзіңнің ана тіліңді, мемлекеттік тіліңді, қазақ тіліңді қолданысқа әкемеу, бұл сен үшін ұят. Құдайдан қорық, халқыңнан ұял. Ей қызметкер, қазақша сөйлейтін уақытың келді. Сұлтан Махмұд Торайғыровша айтсақ, сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, ол жанбаса лапылдап, аспан қалай ашылмақ. Қазақстанның экономикасы да, әлеуметтік жағдайы да, саясаты да жөнделмейді, қазақтың бай тілі қолданысқа енбейді.